Қараңыздар, қоректік тізбек бойынша энергия берудің маңызды бөлігі оны жоғалту. Яғни бір ағзадан екінші ағзаға энергия өткен кезде ол энергия жоғалады екен. Қалай десеңіздер, бір қоректік трофикалық деңгейден басқасына тек қана 10%-дай энергия өтеді. Бұл не деген сөз? Мысалы, банағы трофикалық деңгейдер есімізге түсірейік, қоректік тізбекті. Бірінші қоректік тізбекте бірінші болып продуценттер болады, өсімдіктер. Фотосинтез арқылы, мысалы айтайық, фотосинтез арқылы өсімдік 1000 энергия жинады дейік. Өсімдік фотосинтез арқылы өзіне 1000 энергия жинады. Сол өсімдікпен қоректенетін бірінші реттік консумент, яғни өсімдік қоректілер, шөп қоректілер, сол өсімдікті жеген кезде сол 1000 энергияның тек қана 10%-ын ала алады екен. Яғни шөп қоректіге, мысалы, қойды алатын болсақ, қой шөп жесе, сол шөптегі 1000 энергияның тек қана 100-ын алады. Яғни 10%-ын алады. Сол қоймен, егер екінші реттік консумент қасқыр қоректенсе, қасқырға сол 100-дің тек қана 10-ы жетеді. Тоже 10%. Түсіндіре алдым ба? Әркімге 10%-дан жетіп жатыр. Бірінші 1000 өсімдіктерде, қойларда 100, қасқырларда 10. Қасқырмен біреу қоректенсе, қасқырдан тек қана 10%-ын алады, демек, мына өсімдіктен қалған бір энергияны ғана алады. Ірі жыртқыштар. Түсіндіре алдым ба? Әркімге тек қана 10%-дан өтеді. Енді қараңыздар. Банағы айтқанымдай, егер өсімдік күннен 1000 килоджоуль энергия алса, шөп қоректі жануарға тек 100 килоджоуль энергия өтеді. Осы шөп қоректі жануармен қоректенетін жыртқыш 10 килоджоуль алады, ал жыртқыштардың жыртқышы, яғни ірі жыртқыштар 1 килоджоуль энергия алады. Банағы мысал, Енді осы система болғандықтан қоректік тізбекте 4 немесе 5 буыннан артық болмайды. Неге? Себебі ары қарай энергия қалмай қалады. Сол себептен әлемде өсімдіктер өте көп, содан кейін көп шөп қоректі ағзалар, содан кейін жыртқыштар азайып, және ірі жыртқыштар өте аз кездеседі. Мысалы, ірі жыртқыштар, арыстандар, аюлар толып жүрмейді әлемде. Неге? Себебі бүкіл қоректік тізбекте оларға тек қана 10% өтеді. Тізбек бойынша, цепочка бойынша тек қана соңында 10%-ын алады. Сол себептен олар үлкен болмайды, көп таралған болмайды. Енді қараңыздар, ОБТ-да мынандай сұрақтар кездесуі мүмкін. Өзенде салмағы 8 кг шортанның өсу үшін өзен планктонының қандай мөлшері қажет? Мына шортан, ойлайық біз фермеріміз шортан балық өсіріп жатырмыз. Мына шортан 8 килограммдық шортанды өсіргіміз келеді. Яғни 8 килограмм. Осы шортан немен қоректенеді? Балықпен. Мысалы қарайық, мына шортан, шор деп жазып қояйын. Ол немен қоректенеді? Балықпен. Балық. Балық немен қоректенеді? Балдырмен. Яғни өзен планктонымен. ОП деп жазып қояйын, өзен планктоны. Шортан өсу үшін, 8 килограмм өсу үшін ол балықты жейді. Ал балық өзен планктонын жейді. Енді қараңыздар, шортан бізде 8 килограмм болу керек соңында. Бағанағы заңдықты алатын болсақ, 10%-дық 8 килограмм шортан болу үшін ол қанша килограмм балық жеу керек? 8 килограмм алу үшін 80 килограмм балық жеу керек. 80 килограмм балық өзенде болу үшін бізде қанша планктон болу керек? 800 килограмм планктон болу керек. Яғни, өзенде салмағы 8 килограмм шортанның өсу үшін өзен планктонның қандай мөлшері қажет? 800 килограмм. Өзен планктон бізде 800 болу керек. Себебі өзен планктонмен қоректенетін балықтары 80 килограмм. Сөйтіп 80 килограммдық балық жеген кезде шортан тек қана 8 килограммға өседі екен. Түсіндіре алдым ба? Бағанағы заңдылық 10% ғана өтеді. Сол себептен осындай сұрақтарды келген кезде, осындай сұрақтарды кездестірген кезде, бағанағы 10%-дық заңдылықпен есептерді шығаратын боласыздар.